Неліктен ежелгі адамдар Ласка үңгірінің қабырғаларына сурет салған? Палеолит дәуірінде алғашқы адамдар жануарлар дүниесінен бөлініп шықты. Олардың ойлау, сөйлеу қабілеті қалыптасты. Ежелгі адамдар от жағуды меңгеріп, тастан жасалған еңбек құралдарын жетілдірді және сурет салуды үйренді. Алғашқы қауымдық өнер кейінгі палеолит дәуірінде қалыптасты. Ласка үңгірінің қабырғаларына шамамен 2000-нан аса сурет салынған. Аңдардың суреті шынайы бейнеленген. Ласка үңгірінде тек жануарлардың суреттері ғана емес, сонымен бірге аң аулау көріністері де кездеседі. 1879 жылы археолог Саутуоло және оның 9 жасар қызы Мария үңгірлердің біріне барады. Олар үңгірдің ішіне кірген кезде Мария төбеге қарап айқай салады. «Әке, қараңыз, бұқалар!» Әкесі қызы нұсқаған жаққа басын көтеріп қарап, үңгірдің төбесінен қара және қызыл бояумен салынған бизондардың бейнесін көреді. Осылайша Испанияның Альтамира үңгірінің ежелгі суреттері әлемге танымал болады. Ежелгі суретшілердің тасқа не үңгірдің қабырғаларына салған суреттерін ғалымдар петроглифтер деп атайды. Ежелгі адамдар өз пайымдаулары бойынша әрбір ру белгілі бір қасиетті жануар немесе өсімдіктен тараған деп ойлаған. Осындай наным-сенімдер тотемизм деп аталады. Белгілі бір тотем адамдарды аштық пен бақытсыздықтан сақтайды, азық береді, аңшылықта сәттілік әкеледі деп сенген. Табиғат құбылыстарын дәріптеу және олардың жаны бар деп есептеу анимизм деп аталады. Ең құдіретті әруақтарды адамдар құдайлар деп санаған. Осылайша ежелгі адамдардың тылсым күштерге деген діни сенімдері пайда болды. Алғашқы діни сенімдеріне магия мен фетишизм де жатады. Магия бұл құдайлардың мейіріміне бөлену мақсатында атқарылатын түрлі іс-әрекеттер. Фетишизм әртүрлі заттарға табыну. Фетишке ағаштан немесе тастан жасалған адамдар мен аңдардың мүсіндері, жыртқыш деп саналатын аңдардың тістері, әртүрлі тастар және тағы да басқа жаны жоқ нәрселер жатады. Ежелгі адамдардың дүниетанымы бойынша бүкіл әлем 3 бөліктен құралады. Олар: бірінші ең құдіретті аспан әлемі, екіншісі жер-су, яғни жер беті ортаңғы әлем, үшінші жер асты дүниесі.